Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге оригинал лагманның құрамына қосылатын әрі ерекше түс беретін пастаның жасалу жолымен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл пастаның аты лапиза деп аталады, оған арнайы жартылай ащы бұрыштар пайдаланылады. Алдымен бұрыштарымызды керек емес жерлерін алып тастаймыз. Жылы суда жуу барысында бұрыштарымыз жібей бастайды. Сол кезде ішіндегі дәнектерін алып тастаймыз. Дәнектер бізге қажет болмайды. Дәнектерді соңғы этапта да алып тастасаңыздар болады, бірақ маған осылай ыңғайлы, себебі суда жуу барысында біраз шаң тозаңдары кетеді. Жартылай ащы бұрыштарды негізі дәмдеуіш сататын жерлерден таба аласыздар. Сол жерден сатып алсаңыздар болады. Тазаланған бұрыштарымыздың үстіне қайнаған ыстық суымызды құямыз. Бетін жауып тұратындай. Кейін осындай тарелкамен бетін жауып қоямыз. Бұрыштарды 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Шамамен менде 5 сағаттай өтті. Бұрыштарымыз біршама жібіді. Артық суын төгіп тастаймыз. Бұл бізге қажет емес. Бұрыштарды блендерде немесе ет тартқыштан өткізіп аламыз. Бұрыштарды мен бірнеше рет блендермен өткізіп алдым, біркелкі қоспа шығу үшін. Дайын болған лапизаны мұздатқышта сақтап, кез келген тағамға қоса аласыздар. Бірден көп мөлшерде жасап қойыңыздар. Табиғи, ешқандай қоспасы жасалынатын паста міндетті түрде сіздерге ұнайды. Видео пайдалы болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.